Бәріңізге сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен хит салаттардың бірі Қытырлақ баялды салатын жасаймыз. Бұл хит салатты дастарханға қойғаннан тез ең бірінші женіп кететін салаттардың бірі. Бұл жерде бізде фишкасы. Баялдыны қытырлақ етіп қуыру мен соусында. Ал бастайық. Видеода көрсетіп тұрғандай керек азық-түліктің бәрін мен осы видеоның астына жазып қоятын боламын. Ең бірінші кинза шөбін осылай турап аламыз. Сарымсақты майдалап тураймыз. Бұл жерде соус, егерде жаңағындай ароидидің соусы жоқ болса, анардан жасалған түрік соусымен алмастырсаңыздар болады. Кинзаның үстіне сарымсағымызды турап салдық. Енді қызанағымызды жақсылап жуып кептіргеннен кейін осылай тураймыз. Кинза шөбінің орнына руккола шөбін қолдансаңыздар болады, бірақ бізге кинзамен өте қатты ұнайды. Қызанақты турағаннан кейін кинза мен сарымсақтың үстіне салып, шым-шым тұз салғаннан кейін жақсылап араластырып қойып қоямыз. Келесі кезекте баялдыны қуыратын боламыз. Менде бұл жерде бір ғана порцияға арналып жасалынды. Сіздер көп порция жасайтын болсаңыздар, осыны көбейте берсеңіздер болады. Баялдыны жуып, екі жағын кесіп алып тастаймыз. Енді үшке бөліп, осындай видеода көрсетілгендей төртбұрышты кесінділерге кесіп дайындаймыз. Баялдыны сыртындағы қабығын ашып тастасаңыздар болады. Кішкене қышқылдаудан береді, сол үшін ашып тастауға сіздерге кеңес беремін. Енді бұл жерге де шым-шым тұз сеуіп араластырамыз. Кішкене тұзы сіңу керек. Араластырғаннан кейін крахмал саламыз. Менде бұл жерде жүгері крахмалы. Картоп крахмалын қоссаңыздар да болады. Менде осы жүгері крахмалмен жұмыс істедім. менде бұл жерде бір ғана баялды. Соған бір ас қасық крахмал салынды. Осындай болу керек. Енді табамызды отқа қойып, сұйық майымызды құямыз. Видеода көрсетілгендей артық крахмалынан ситаның көмегімен алып тастаймыз. Ысып тұрған майымызға салып, былай барлық жағын аударып қуырып аламыз. Бұл жерде мен бір баялдыны екі бөліп салып қуырып алдым. Енді қазір қараңыздар, дауысы өте күшті, қытырлап тұрады. Бірінші бөлігін қуырып алдым. Осындай қағаз майлыққа саламыз. Артық майын алып тастау керек. Екінші бөлігін тағы да қуырамыз осылай. Бірінші бөлігін қуырғандай, бұны да барлық жағынан қызартып қуырып аламыз. Енді осының барлығын, жаңағы бірінші бөлігін, осы екінші бөлігін алып, жаңағы крахмал салынған ыдысымызға қайттан салып, осылай көп крахмал қалмайды негізі. Сол табақтан қайттан аударамыз осы майымызға. Бір 10-15 секунд қана осылай қайттан қуырып алыңыздар. Сол кезде қытырлақ, жеңіл, әдемі баялдымыз дайын болды. Қараңыздар, 2 рет қуыруға сіздерге кеңес беремін. Екінші рет қайттан қуыратын кезде ешқандай крахмал салмаңыздар. Дауысын көрдіңіздер, қандай қытырлап тұр, әдемі. Енді салатымызды жинаймыз. Менде осы ароидидің сладкий чили соусын қолданамын. Жаңа дайындап қойған қызанақ, кинза, сарымсақты осылай табамызға саламыз. Үстіне жаңағы қуырып алған баялдымызды салып, кезек-кезек осылай жасаймыз. Ең үстіне творожный сыр саламыз. Бұл өте әдемі дәм береді. Егер творожный сыр болмаса, брынза қоссаңыздар да болады. Төртбұрыштап кесіп. Фетакса деген сырды қоссаңыздар да болады. Осылай творожный сырды қасықтың көмегімен әр жеріне салып шықтым. Енді үстіне осы соусымыз, дайын соусымызды құямыз. Бұл бізде дүкендерде сатылады. Осындай ароиди деген. Егер осындай соус жоқ болса, сіздерде жаңағы анар шырынынан жасалған түрік соустарын қоссаңыздар да болады, алмастыруға болады. Ас болсын, келесі видеода кездескенше.